Mına tağdır aşçı demin tatırgan, alaş elin tatulukka şakırgan, Kazağının bulaşağın oylagar, aynalayın Alihanday batırdan. Bodandıktı tuğun мәңгі құлатқан, әділдік пен азаттықты ұнатқан, қаншама жыл өткеннен соң арадан, алашымды қуаныштан жылатқан. Жеткен кезде енді міне азат күн, қазақ елі күн кешуде ғажаптым, алашымның арыстары шынымен маңдайына бақ болып туған қазақтың. Қазақтың қайсар қанды бір ұл еді, қазақ үшін алашты құрып еді. Бөкей ханның ұрпағы Әлихандай, арнау боп алдарына жырым келді. Тектіден текті туған Әлихандай, ол жайлы естисіздер дастан талай. Бойына бар қасиетті жиып терген, шабыт шашпай тұрады мұнда қалай. Біз үшін сіңірген көп еңбегі бар, ашып жатыр талантты сендегі бар. Мақтан етем шәкіртімін дәл бүгінде, Әлиханның атында мектебім бар. Бөкейхан тегі Әлихан, алаштың ұлы көсемі, елінің қамын ойлаған, қиын сәттерде кешегі. Ағысқа қарсы айқасты, алпауыттарменен шайқасты, Әлихандай бабамның мықтылығын байқасты. Алаштың үкіметін сақтап берді, елінің азаттығын аңсап келді. Бір туар азаматым күн шуағын аспанында қазақты шашсам деді. Тарихта аты қалды зор еңбекпен, қазақты көрсем деді шын биіктен. Халқына адал қызмет қылсам егер, хақысын қайтарам деп қанда кеткен. Келешек жастар мұны есте сақтар, әрқашан алаш туын биік ұстар. Әлихан атамыздай қызмет қылып, елінің мәртебесін әркез сақтар. Әлихан Бөкейхан, алаш көсемі. Бар ғұмырын ұлттық мемлекет құруға арнаған саяси қайраткер, алаш қозғалысының жетекшісі. Барақ Сұлтанның, қазақтың соңғы хандарының бірі Бөкейдің тікелей ұрпағы. Санкт-Петербургтегі Орман технологиялық институтын бітірген. 1905 жылы Ресей патшалығының бірінші мемлекеттік думасына депутат болып сайланды. Ұлт-азаттық алаш қозғалысының негізін қалаушы және көшбасшысы. Алашорда ұлттық автономиясы халық кеңесінің төрағасы. Қазақстанның халық шаруашылығы бойынша сарапшы маман, ірі ғалым. Сондай-ақ экономист, тарихшы, этнограф, әдебиеттанушы ретінде танылды. 1919 жылы Кеңес үкіметі бұрынғы алашордашыларға кешірім жасап, Әлихан Бөкейханға ғылыммен айналысуға рұқсат берді. Дегенмен 1926 жылы тұтқындалып, Мәскеуге жер аударылды. 10 жылдан астам уақыт үйқамақта отырған ол 1937 жылы қайта тұтқындалып, сол жылы атылды. Біз бай, білімді, әрі күшті болуымыз керек. Бай болу үшін кәсіп, білімді болу үшін оқу керек, ал күшті болу үшін бірлік керек. Әлихан Бөкейхан. Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейхан 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының, қоғам мен мемлекет қайраткерлері қатарындағы аса ерекше тұлға. Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ұлт-азаттық және алаш қозғалысының жетекшісі, Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы, публицист, ғалым, аудармашы. Ата тегі Шыңғыс ханның үлкен ұлы жошыдан тарайтын төре тұқымы. Арғатасы атақты сұлтан Барақ. Қазақтың соңғы хандарының бірі Бөкей, осы сұлтан Барақтың баласы. Бөкейден Батыр, одан Мырзатай, одан Әлиханның әкесі Нұрмұхамед. Жалпы қазақтық құрылтай өткізілгеннен кейін Әлихан қазақ тарихындағы тұңғыш саяси ұйым Алаш партиясын ұйымдастыруға кіріседі.
Артынша 1917 жылы желтоқсанда бүкіл қазақтардың құрылтайында Алаш автономиясы жарияланып, Әлихан Бөкейхан сол алғашқы Қазақ Республикасының тұңғыш төрағасы, яғни президенті болып сайланады. Кітап алтын қазына демекші, сирек кітаптар мен қолжазбалар және мұражай жәдігерлері бөлімшесінде жазушы Жайық Бектұровтың сан мыңдаған құнды еңбектері және қолжазбалары сақтаулы. 50 жылдардан бергі жиналған газет қиындылары бүгінде құнды дерек көздеріне айналып отыр. Айтулы даталарға таптырмас мәліметтер де осы бөлімде сақтаулы. Айталық, биылғы жылы Әлихан Бөкейхановтың 155 жылдығы тойланып жатыр. Атаулы мереке барысында Алаш арысы туралы талай құнды да тың деректер айтылары сөзсіз. Сондай құнын жоғалтпаған деректер біздің кабинет музейімізде сақтаулы. 3 Әлекең тарихи очеркі, Ақиқат осы еді кітабындағы мақалалары, Жоқтау толғау кітабындағы Әлихан өлеңі, Гордость степного края мақалалары тарих алдындағы құнын жоғалтпас деректер екені айдан анық. Сонымен қатар Әлихан Бөкейханов туралы 1990 жылдан бергі газет беттерінде жарық көрген газет қиындылары Алаш арысы туралы мақалаларда кең даланың мақтаныш атты папкада сақталған. Жайық Бектұров өз өмірін тірі, әсерлі сөз үшін күреске арнады. Толық дауыспен ол өз ұлтының ең жақсы өкілдері туралы айтты. Ол үлкен көлемді тарихи очерктер жазды. Онда қазақ интеллигенциясының тағдыры, Үш Әлекен, террор құрбандары, фотосурет сөйледі және тағы да басқа. Жазушының жеке қорының ақпараттық маңызы өте зор. Онда Алаш саяси қозғалысының көрнекті қайраткерлерінің бірі, Қарағанды облысының тумасы Әлихан Бөкейханов туралы құжаттар, мақалалар, очерктер, естеліктер сақталған. Жайық Бектұров шығармаларының ішіндегі шоқтығы биік туындысы Үш Әлекен тарихи очеркінің ғылыми құндылығы ерекше екенін атап өткіміз келеді. Себебі ұлт азаттық және Алаш қозғалысының жетекшісі, ұлт көшбасшысы, ірі саясаткер Әлихан Бөкейханов, мемлекет және қоғам қайраткері, Алаш орда үкіметінің мүшесі, математикадан тұңғыш қазақ профессоры Әлімхан Ермеков және Әмин Көпеев, Мәшһүр Жүсіптің баласы жайлы мұрағат деректері мен осы тұлғалардың көзін көрген адамдардың ауызекі әңгімелері негізінде жазды. Бұл материалда Орталық Қазақстан газетіне үзіп толықтай болмаса да жариялап отырады. Кейін 2002 жылы Қазақстан баспасында шыққан Енеден ерте айырылған төл секілді атты кітабында осы Үш Әлекен тарихи очеркі қосылған. Енеден ерте айырылған төл секілді. Жинаққа автордың әр жылдары жазылған публицистикасы енді. Сталиндік зұлматтың қанды шеңгелінен көп азап шеккен қарт қаламгер өзінің өткір де шыншыл шығармаларында қоғамдық құрылыстың әділетсіздігін, тоталитаризмнің озбырлығын, ұзақ жылдар бойы қыспақтан қазақ халқы шеккен азап сырын ашады. Халық тағдырының қисынсыз идеологияға сәйкес бұрмаланып, бейнелеуін әшкерелейді. Тәуелсіздік тұсында қайталанбауға тиіс өткеннің қателіктерін таңбалап көрсетеді. Кітап қалың оқырман қауымға арналған. Үш Әлекен тарихи очеркінің бірінші бөлімі үш тұлғаның ішіндегі жасы жағынан да, еңбек жағынан да үлкені Әлихан Бөкейхановқа арналды. Очеркте тұлғаның өміріне, еңбек жолына қатысты көп жерде айтыла бермейтін тың деректер жетерлік. Мәселен, Әлихан Бөкейхановтың қазақ халқының данышпаны, ұлы ақыны Абай шығармаларын жарыққа шығаруға қосқан үлесі жайында Жайық Бектұров жеке тоқталған болатын. Абайдың біраз өлеңдерін ақынның тірі кезінде-ақ Омбыдағы Дала уәлаяты газетіне бастыртқанда, ақынның асыл мұрасын оның ұрпақтарының көмегімен жұрттан бұрын жинап, бір жүйеге келтіргенде
Әлихан Бөкейханов болды. Ол 1904-1907 жылдары Абайдың өмірбаянын орыс тілінде жариялап, ұлы ақын қайтыс болған соң некролог, яғни мұнахиб, қайтыс болған адамның өмірі мен қызметі туралы жазылатын мақала жариялаған болатын. Мақалада Абайдың көп өлеңдері түп нұсқасында келтірілген. Оларды Әлихан Бөкейханов қара сөзбен орысшаға еркін аударған. Ал 1909 жылы ақынның алғашқы өлеңдер жинағын өзі басқарып жарыққа шығарған. Сонымен қатар Жайық Бектұров Әлихан Бөкейхановтың өмірінен өзі көзімен көргенін жазады. Әдетте Әлекеңнің Москвадағы үйіне Қазақстанның басшы қызметкерлері көп барады екен. Оның ішінде Смағұл Садуақасовпен қатар атақты жазушымыз Мұхтар Әуезов те ол үйде көп болады дейді. 1933 жылдың аяғында күйеу баласы Смағұл Садуақасов Москва-Донбасс темір жолының бас инженері болып тұрғанда Москвада қайтыс болып, ол Разгуляевка зиратына қойылғанда Әлекеңді Москвада басшы қызметте отырған Тұрар Рысқұлов пен Нығмет Нұрмақов екеуінің бейіт басынан үйіне қолтықтап қайтқанында біз білеміз. Ертеректегі қауым жасырақ кезімізде өзіміз көп көрген білікті адамдар айтқан бір жайтты еске түсіре кетейік. Қазақстанда алғаш советтік құрылыс орнағанда республиканың жаңа үкімет басшылары Әлихан Бөкейхановтың көптегі беделінен, ықпалынан, бетің жүзін демейтін тік мінезінен қаймығып, оны қоғамдық мемлекеттік саяси істерден аулақтау үшін 20 жылдардың бас кезінде Әлиханды Қарқаралы абақтысына жаптырып тастайды. Бірақ сол кезде Қазақстанның бұл әрекетіне жан-жақтан көптеген наразылық білдіреді. Советтік Қазақстанның бұрын құрылған Советтік Түркістан Республикасының басшылары Қожанов пен Рысқұлов наразылық білдіріп, ұлттар істері халық комиссары Сталинге арнайы телеграмма жолдайды. Осындай көп наразылықтың нәтижесінде Әлихан Бөкейханов абақтыдан босатылып, бір жолата Москваға шақырылады деп Жайық Бектұров осы 3 Әлекең тарихи очеркінде жазған болатын. Сонымен қатар Жайық Бектұров ғылым баспасынан Әлихан Бөкейханов туралы ақиқат осыеті кітабын мемлекет және қоғам қайраткері, Алашорда үкіметінің мүшесі, математикадан тұңғыш қазақ профессоры, Қарағанды қаласында тұрған Әлімхан Ермековпен көп жыл жақын әңгімелесе отырып жазған. Қазақ халқының жер қыртысы қабатының табылатын ат басындай бұл сары алтынын Әлихан Бөкейхановтай әйгілі оқымысты қайраткерін, Ресейдің алдыңғы қатарлы зиялыларының жоғары бағаланғанын дәріптеуіміз керек. Әлихан Бөкейхановтың саяси сенімсіз қайраткер ретінде Қазақстаннан шетелге, тіпті кеңес құрылысына дұшпан адам тұрғысында қуылғанына, қудаланғанына қарамастан, орыс ғалымдары оны әрдайым ғылыми, күрделі мәдени, әлеуметтік қоғамдық істерге қатыстырып, бірқатар елеулі мәселелерге көмегін, беделін, білімін сүйеніп отырды. Мәселен, жерге орналастыру жөнінде істе орыс оқымыстысы Шевцов 20 жылдары Қазақстанның егіншілік, мал шаруашылық жағдайларын зерттегенде, менің пікірімді Әлихан Бөкейханов мақұлдаса, маған Қазақстан басшысы Голощекиннің де, Госпланның да сөзінің бұты бір тиын деп айтып кеткен екен. Тағы бір осы кітаптағы Шөбеков, Бөкейханов және Ермеков мақаласында Жайық Бектұров Әлихан Бөкейхановтың ең жақын серігі 1913-14 жылдары арқадағы Қызылара айтауларына Потанинді ертіп әкелген шешендей алғыр Ермеков Қарағандыда ұзақ жылдар тұрғанда қағаз бетіне түспеген өте қызықты, көпшілікке бүгінге дейін белгісіз ғажап бір естелігін тілге тиек етейін. Ол бұл оқиғаны Әлихан Бөкейхановтың өз аузынан естіпті деп жазған. Ол әңгіме жер мәселесі туралы. Оқымысты Мәмбетәлі Шөбеков Столыпин
тұсында қазақ даласының, оның ішіндегі Көкшетаудың құнарлы жерлерін ішкі Ресейден орыс шаруаларына баса көктеп кесіп әперу жайлы патшаның бір қатал жарлығына қарсы шығады. Бұл үкім бойынша Шөбековтердің ата қоныс қыстауларын да патша үкіметі әкімдері белгі тартып кесіп алады. Сонымен Шөбеков Әлихан Бөкейхановқа барып көмек сұрайды. Екеуі Ресейдің жер су министрлігіне барады. Одан да түк шықпайды. Ақырында генерал Караулов оларды полковник Трубецкойдың үйіне шақырады. Ол екі қазақ азаматына: сіздер жақсылап қазақ салтымен киініңіздер, шағымдарыңызды герб қағазына жазасыздар. Патша ағзам 10 жылдан артық шағым оқымайды. Бар тілектеріңізді осы 10 жылға сыйғызыңыздар депті. Әлихан Бөкейханов айтпақ бар ойын, сөзін, жер дауын 10 жыл сөзге сыйғызуымызға болады депті інісі Ермековке. Сонымен келісілген уақытта Әлихан Бөкейханов пен Шөбеков патша сарайына барады. Патшаның қабылдауында болады. Адъютант Трубецкой патшаның құлағына салып, оған ауызекі баяндап қойғандай, патша сөзге келместен «Безобразие, вернуть, Николай II» деп шағымға бұрыштама соғады. Қазақтың екі маңғаз оқымысты жігіті Ресей астанасында зор жеңіске жетіп, патша сарайынан қуанып шығады, деп жазған Жайық Бектұров. Әлихан Бөкейханов жайлы газеттеріміз тек соңғы кезде ғана жаза басталды. Мұның бірі «Индустриальная Караганда» газетінде басылған менің өз очеркім еді, дейді өз естелігінде Жайық Көгенұлы. Қарап отырсақ, аталған тұлғалардың өмірі мен қызмет жайлы жазылған бұл очерк өз алдына құнды дерек. Алаш азаматтарын елмен қайта қауыштырған тұлға Жайық Бектұров деп айтсақ, артық айтпаған болар едік. Әлиханның саяси белсенділігі мен көзге түсуі кеңес үкіметінің көңілінен шықпай, жалған интернационалист жадағай белсенділердің көрсетуімен ол 1926 жылы 2 рет тұтқындалып, түрме азабын тартты. Әлихан Бөкейхан Мәскеуге жер аударылады. Зор беделінен қорыққан большевиктер үкіметі оны Қазақстанға жолатпақ ниетте еді. 19 ғасырдың соңында Омбы орман шаруашылығы училищесінде оқытушылық қызмет атқарып, ғылыми жұмыстармен айналысқан ол 1896 жылы көрнекті ғалымдардың кепілдемесімен Орыс географиялық қоғамы Батыс Сібір бөлімшесінің толық мүшесі болып сайланған. Әлихан Ресей жалпы географиялық сипаттама атты көп томдық еңбектің қазақ даласына арналған 18 томына автор ретінде қатынасқан. Ол ғылыми жұмыспен қатар қоғамдық әлеуметтік саяси қызметтерге де белсене араласа бастайды. 1904 жылы қазақ даласына қоныс аудару қозғалысын даярлап берген Щербина экспедициясының құрамында болды. 1911-14 жылдар аралығында Әлихан Бөкейхан жаңа энциклопедиялық сөздіктің 4 және 21 томдарына автор ретінде қатысты. Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері осындай көп еңбектенудің арқасында өз ұлты туралы көп нәрсеге көз жетеді. Әлихан Бөкейханұлының әдебиеттану тұрғысынан жазылған еңбектері ғалым Қамзабекұлы тарапынан жан-жақты қарастырылады. Бұл зерттеуде Әлихан Бөкейханұлының алғашқы еңбектерінің бірі ретінде «Женщина в киргизской былине» Кубланды атты мақаласы сарапталған. Түркистанские ведомости газетінің бірнеше санында жарияланған. Әлихан Бөкейхан 20 ғасырдың алғашқы жартысында қазақ эпосы мен фольклорын ғылыми тұрғыдан зерттеген ғалымдарымыздың бірі болды. Ол қарастырған негізгі аспектілер: эпостың тарихилығы, қазақ фольклорының түрлері, шығу мезгілі, жыршы мен оның шеберлігі, қоғамдық ой-сананың жырда көрініс табуы, бейнелер, олардың атқарған идеялық қызметі, үлгінің көркемдік ерекшеліктері, тағы сол сияқты. Әлі де қазақ фольклортану ғылымында өз маңызын жойған жоқ және сол дәуірдің жетістігі болып саналатыны сөзсіз. Әлихан Бөкейхановтың қанында бар қасиет ұлтшылдығын бүгінгі ұрпаққа үлгі етсе болады. Ұлт көсемі ұсынған ұлттық идеяның түп қазығы қазақты, өз жеріңді, өз еліңді, өз тіліңді шын сүю, сондай-ақ мәдениетіңді құрметтеу.
қадірлеу. Ұлтшылдық дегеніміз осы. Әлихан Бөкейханов бастаған алаш алыптары халқына адал да кіршіксіз қызмет еткен. Алдау мен арбауды ар санаған. Әлиханның өзі төре баласымен деп төсін қақпай кішіпейіл болған. Қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деп ант берген. Сол уәдесін мүлтіксіз орындағанда алғашқы Алашорда үкіметінің құрамына кілең сайдың тасындай тау тұлғалы ұлтшыл адамдар топтасқан. Қазақ үшін бастарын бәйгеге тіккен, өз елінің мүддесін бәрінен жоғары қойған кілең жайсаңдар болған. Әлихан Бөкейханов саналы ғұмырын ұлтына арнаған, қараған басының қамынан гөрі ұлтының тағдырын биік қойған, халқының келешегін ойлаған, әрі сол жолда басын бәйгеге тіккен аяулы тұлға. Бір емес бірнеше ғылым саласын бірге алып жүрген ғұлама дарын. Қазақ әдебиеті тарихында, жалпы қазақ тарихында Әлиханның алатын орны әрқашанда ерекше, шоқтығы биік. Әлихан Бөкейханов қазақ ұлтының нағыз жанашыры, алаштың арысы. Мен кеңес өкіметін жақтырмадым, бірақ мойындадым. Бұл халық жауы деген нақақтан нақақ айыппен өлім жазасына кесілген адамның ақтық сөзі болатын. Кеңес өкіметі алдында ол өзін айыптымын деп мойындамады да, өзін ешбір жазықсыз ату жазасына кескен заңсыз биліктен кешірім өтініп, жалынып, жалбарынбады да. Ол тұлғаның аты ғана қалың бұқара халқын рухтандыратын, оның ат ұрып кеткен ісі, оның артта қалдырған орасан мол мұрасы. Бой көтеріп келе жатқан жас ұрпақтың ұлттық сана сезімін оятар еді. Ал ұлт тәуелсіздігі мен мемлекеттігі жолында қиян кескі күреске толы өмір тәжірибесі келешек ұрпаққа үлгі-өнеге. Жазушы Жайық Бектұровтың өнегелі өмірі, қоғамдық қайраткерлік еңбегі, шығармашылығы өзіндік ерекшелігімен қазақ әдебиеті мен мәдениетінен өз дәрежесіне сай орын алып, оқырмандарынан өз бағасын алатындығы, бай қазақ әдебиетінің қорына қосылып, келешек ұрпағына қызмет ететіндігі сөзсіз. Сондықтан шежіре жазушының мұрасын зерттеуді, насихаттауды қажет ететін тұнып тұрған келешегімізге өте қажет дүние. Тарих қойнауындағы жатқан талай сырлар мен алаш арыстарының тағдырын терең білгісі келетін, көзі ашық, көкірегі ояу, елімнің азаматы болам деген, өзінің отанына болашағын ойлаған әрбір азаматтың назарынан тыс қалмауы тиіс.